Біздердің біреуіміз толық қан анализін жасағанда, сіз ÖKV деп аталатын терминді көресіз. Мотиватив қарапайым тілмен айтқанда орташа корпускулярлық көлем дегенді білдіреді. Бұл негізінен сіз қандай анемия түрімен ауырып жатқаныңызды көрсетеді. Бұл дәрігерге немесе терапевтке сізде анемия бар ма және қандай анемия түрі екенін анықтауға көмектеседі. Мысалы, егер ÖKV жоғары болса, бұл сізде мүмкін 12 витамині немесе фолий қышқылының жетіспеушілігі бар екенін білдіреді. Екінші жағынан төмен ÖKV сізде темір жетіспеушілік анемиясы немесе кейде тіпті талассемия болуы мүмкін екенін көрсетеді. Сирек жағдайларда ÖKV сүйек кемігінің қатерлі ісіктері сияқты ауыр ауруларды, мысалы, миелодиспластикалық синдромды көрсетуі мүмкін. ÖKV дәрігерге сіздің анемия түріңізді анықтауға, сондай-ақ кейбір жағдайларда қан қатерлі ісігі бар жоғын анықтауға маңызды.